Алланың берген санаулы ғұмыры өмір. Кейбір ақындар өлеңдерінде өмірді ғажапқа балайды. Бірақ барлық пендеге ғажап деп айта алмаймын. Қаншама жанның өміріндегі ешкімге айта алмайтын сыры жұдырықтай жүрек түкпірінде тығылып жатыр. Дәл бүгін бірнеше жыл өткен соң сол бір сырымды осы парақша арқылы барша жанмен бөліскім келеді. Бәлкім, сабақ аларлықтай әңгіме болмас, дегенмен осы сырымды айтып, жеңілдеп қаламын деген үмітпен жазып отырмын. Мен қаланың күн тимеген әппақ сүйкімді қыз болдым. Анам мен әкем өте байсалды, салмақты жандар. Үйде ұрыс-керіс, айқай-шу деген ешқашан болмайтын. Мен жастайымнан жоғары оқумай өте ерте тұрмысқа шықтым. Ауылдық жерге кішкентай ауылға келін болдым. Махаббаттың буымен, күйеуіммен лашықта тұрсам да риза едім. Күйеуім бір үйдің жалғыз баласы. Оның отбасы, яғни ата-енемнің үйінде күнде айқай-шу, ұрыс-керіс. Мен қорқып, әрбір күнім жылаумен өтіп жүрді. Өмірге 2 ұл бала және бір қыз дүниеге алып келдім. Бұл үйге келгелі өмірім айқай-шу, ұрыс-керіспен өтіп жатты. Үлкен ұлым 9 жас шамасына келген кезде мен 26 жаста едім. Күйеуім қалада жұмыс істейтін, апта сайын келіп тұрады. Бірде енем қыдырып туған-туысқандардың үйін аралап кетті. Үйде қайынатам мен және балаларым болды. Кешкі уақыт қайынатама кешкі тамағын беріп отырған кезім еді. Ана бөлмеде қызым ұйықтап жатқан. 2 ұлым тамақтарын ішіп алып, далаға ойнап кетті. Атам тамағын ішіп отырған жеріне тұрып, менің жаныма келді де бір түрлі қылық жасай бастады. Алғаш рет қайынатамның түсініксіз қылығына ыңғайсызданып барамын. Жаман ойлауға қорқып тұрмын. Бәлкім қателесіп тұрған шығармын деген оймен алысып тұрғанда, ол ойымда атам бұзып жіберді. Саған рахмет, қызмет жасап жүрсің, тамағымызды бересің, үйді таза ұстайсың, мен сені қызымдай көремін, деді. Осы сөздерден соң көңілім орнына келгендей. Шай құйып отырған жерімнен ыңғайсызданып орнымнан тұрып, рахмет, мен де сізді әкемдей көремін, тамақ ішпедіңіз ғой, отырыңыз, тамақ ішіңіз деп айтқаным сол еді. Белімнен қапсыра ұстап, өзіне қарай тартып, ерніме жабыса кетті. Мен итеріп, бұныңыз не, жіберіңіз деп жалындым. Есі дұрыс, ішімдік ішпейтін қайнатам, сен сондай тәттісің деп далаға сүйрей жөнелді. Балаларым ол кезде үйге келіп, арғы бөлмеде теледидар қарап отырған. Олардың психологиясы құртылмасын деп, мен дыбысымды шығармай, оның уысынан өз бетімше босайын деп, ары-бері жұлқынып босай алмадым. Жұлқынып сыртқа шығып келеміз. Мен айқайлап едім, аузыңды жап. Көршілер естісе маған түк болмайды. Сен қара бет боласың, деді. Көз жасыма тұншыққан мен атама жалына бастадым. Жіберіңізші, өтінемін, балаларыма барайын. Сіздің жалғыз ұлыңыздың әйелімін. Арымды таптамаңызшы. Адамнан қорықпасаңыз да Алладан қорықпайсыз ба деп егіле жылаған маған. Жап аузыңды, қазір бүкіл ауыл жылағаныңды естиді, үніңді өшір, деп жерде тұрған таспен ба, немен екенін білмеймін, қатты нәрсемен басымнан бір ұрды. Содан есімді жинай алмай, не болғанын білмеймін. Есімді жиғанда бұл өмірдегі күнәһар жан екенімді ұқтым. Есімді жинап, өз-өзіме келгенімде, жерде жатқан мені үлкен ұлым мен қайынатам сүйрелеп үйге кіргізіп жатыр екен. Ұлым, анашым не болды деп шырылдап жүр. Қайдан білсін атасының жаман пиғылын. Нәпсісін тия алмай, өз келінін қорлаған санасыз атасы. Ешқандай түр бермей, анаң далаға шығып сүрініп кеткен болу керек. Құлап қалыпты, сыртқа шықсам есік алдында жатыр екен деп өтірігін соғып жатыр. Ай, айуан неме, сол өтірігіне тұншығып өлгір-ай. Алла бар болса жазаңды берсін деп, іште жүрегім қан жылап тұр. Көз жасыма ерік беріп жылап жатырмын. Солай таңды атты. Денем басым бәрі ауырып, қалшылдап, өзімнен өзім қорқып жылап отырмын.
Сол уақытта кешегі тірлігінен ұялмаған атам бөлмеге кіріп келіп, бәрі жақсы, еш нәрсе ойламай, күнделікті тірлігіңді жасап жүре бер деді. Арымды таптаған атаммен енді бірге тұрсам, өзіме қол жұмсап өлер едім. Ал балаларым тірі жетім қалатынын ойласам, өзімді сорлы жан сезіндім. Ештеңеге қарамай балаларымды алып үйден шығып кеттім. Қайда барамын, не істеймін, біреуге айтсам дұрыс түсінбей өзің кінәлісің деп айтады деген сан түрлі ойлар мазалап келеді. Содан үйден сәл ары жерде үлкен төбе бар. Сол төбенің басында үлкен талдың арғы жағына тығылып жоғарғы жақтан үйді бақылап отырдым. Түске дейін отырдым. Балаларым қарнымыз ашты деп жылай бастады. Қызым да жылап, мен олармен қосылып жылап отырмыз. Жанында ағын таза су бар еді. Сол судан қызым жылай берген соң бутылкасына құйып бердім. Ұлдарым да сол судан ішіп аздап тынышталғандай. Түстен кейінгі уақыт. Атам үйден шығып кеткен қарап тұрып үйге қарай жүгірдім. Асығыс балаларымның киімдерін сумкаға жинап, азғантай ақшамды, құжаттарымды алып, күйеуім жұмыс жасайтын қалаға қарай жолға шықтым. Тек керекті заттарды тез жинап, қалаға қарай шықтық. Жол бойында тұрмыз. Қалтамда аз ғана ақша. Бәріміздің жол ақымызға жетпейді. Көліктерді тоқтатып едім. Тоқтайды, бірақ ақшаны айтқан кезде ешкім алмайды. Содан күтіп тұра бердім. Артқа қайтар жол жоқ. Егер қайта барсам, өзіме қол жұмсаймын. Үмітпен бір көлік ала кетер деп қалаға қарай жаяу жүре бердім. Кеш болып даланы қара түнек жайлай басталды. Үйден алып шыққан нанымыз да біте бастаған, суымыз да бітті. Тас қараңғы жолда 3 баламен сүйретіле келе жатырмыз. Иманы бар бір кісі көлігін тоқтатып, қалаға барасың ба деп сұрады. Иә аға, бірақ ақшам жетпейді деп айтқан едім. Кәне отыра ғой деп жылы жүзбен қарады. Біршама уақыттан соң қалаға жеткізіп салды. Балаларыма су беріп, керекті мекен жайға жеткен кезде қолымда бар ақшаны тиын-тебенімен қоса үстіне тағы ақша қосып берді. Қандай мейірімді жан еді. Алланың разылығы үшін көп рахмет деп рахметімді айтып түсіп қалдым. Күйеуімнің қалада үйі бар еді. Жалғыз ұл болған соң әке-шешесі бұрын қаладан алып қойған. Ол сол үйде тұрып оқу оқыды. Кейін екеуміз танысып, үйленіп, біраз уақыт ауылда тұрдық. Содан ол диплом бойынша қалаға жұмысқа кіріп, қалада тұра бастады. Әр аптаның жұма күні жұмыстан кейін бізге ауылға келіп, жексенбі күні кешке қалаға қайтатын. Сол үйдің алдында тұрмын. Өзімді қолға алып балаларымен лифтке көтеріліп, бізбен бірге лифтке бір ішіп алған қыз бен жігіт кірді. Олар да мен баратын қабатты таңдады. Қолдарындағы пакетте ішімдігі бар. Менің көзім жылап-жылап ісіп кеткен. Балалар да әбден шаршаған. Басымды төмен қаратып тұрмын. Іскен көздерімді көрмесін деп қызым жылай берді. Содан керекті қабатқа тоқтады. Лифтіден шығып, менің артымнан олар мен барған квартираға беттеді. Мен есікті тартып қалсам ашық екен. Ішінде көп адамдар жүр. Жаңағы ішіп алған қыз бен жігіт, сіздер кімсіздер деп сұрады. Мен үндемей тұрып қалдым. Ішіп алған екеуімен тұтқасын ұстап тұрған есікке кірді де тартып есікті жауып алды. Мен не істерімді білмей тұрып қалдым. Қызым тағы жылай бастады. Сол уақытта есіктен бір қыз шықты. Менің жасым сол кезде 26-да болса, ол қыз 19-20 шамасында. Ол өте қатты боянып алған, үстінен шылым мен арақтың иісі суымен аралас шығып тұр. Мен сөйлейін деп жатқанда ол алдымен балаңның аузын жап деп бұйыра сөйледі. Қызымның соскасын аузына салып жылап тұрмын. Сен кімге келдің? Мұнда не ғып тұрсың деп қайта сұрады. Менің әл дәрменім қалмаған. Күйеуімнің есімін дірілдеген дауыспен әзер айттым. Ол есікті ашты да «Зай, зай» деп шақырды. Ешкім келмеді. Жаным деп тағы дауыстаған кезде менің күйеуім көрінді. Әлгі қыз майыса мойнына асылып, «Жаным, тут к тебе пришли» деді.
Күйеуім мені көре сала өңі бозарып әппақ болып кеткен. Ол мені «Это моя сестренка, ты иди, я сейчас приду» деп әлгі қызды кіргізіп жіберді. Дереу есікті жаба салып, есіктің сыртынан итеріп тұр. Менің ішім өртеніп, ашуым келгені соншалық күйеуіме жабыса кеттім. Тырнап, ұрып, шашын жұлып жатырмын. Ол болса, «Тынышталшы жаным» деп мені қатты құшақтап жібермей қойды. Балаларым біздің қылығымызға жылап жатыр. «Қазір жаным» деп үйге кіріп, машинасының кілтін алып шықты. Машинаға бәрімізді отырғызып, балаларын сүйіп, қызын құшақтап сүйіп жатыр. Сәл жүріп бізді бір квартираға келді. «Неге келдің?» деп сұрай алмады. Ол өзі қалай бұл жағдайдан шығып кетерін ойлап, басы қатты. Мен де ештеңе демедім. Бізді жайғастырып, өзі үйден шығып кеткен. Мен әлі күйзелістен шыға алмай, қолымнан тек жылау ғана келді. Сол жын ойнағына қайта кетті деп ойладым. Бірақ 30-40 минуттан соң қайта келген күйеуімнің қолында ресторанның тамақтары және гүлі бар. Кешірім гүлі. Балаларына да ойыншықтар ала келіпті. Түн ортасы еді. Жолдан өте қатты шаршаған балалар ұйықтап қалды. Мен бір нүктеге қараған күйі отырмын. Көзімнен жасым тоқтар емес. Күйеуім келгеніне де мән бермей отыра бердім. Ол келіп балаларды қайта сүйіп шықты да дастархан жасады. Телефоны қайта-қайта шырылдаған соң алды да өшіріп тастады. Сосын қимылсыз отырған мені құшақтап гүлін берді. Мен ол гүлді лақтырып жібердім. Күйеуім болса: «Кешірші жаным, маған олар керек емес, тек сені ғана сүйемін. Бағанаға көргенің уақыт өткізу үшін ғана. Ер адамға ол керек нәрсе. Дәретханаға барып келгенде ғана ол нәрсе» деп құшақтай бастады. Ол құшақтаған сайын менің жүрегім сыздай түсті. Мен мұнда еріксіз күнәһар болсам, бұл қалады ерігіп күнә жасап жүр. Қанша жерден күйеуіме ренжісем де оны кешірдім. Әлде жылулық қаладым ба? Құшағында үнсіз жылап отыра бердім. Ол мені еркелетіп құшақтап кешірімімді алды. Ваннаға апарып беті қолымды жуып дастарханға әкеліп тамақтанғандай болдық. Менің жүрегімде бір нәрсе тығылып тұрғандай, аш болсам да еш нәрсеге тәбетім тартпады. Таң атайын деп қалған уақыт. Мені жетектеп жүр. Мен мүлде сөйлемей қойдым. Бірақ жетектесе жүре бердім. Ойымның бәрі әкесінің зорлағанын айтсам ба, айтпасам ба деген оймен басқа әлемде жүрмін. Ертесіне күйеуімнің өзінің үйіне бардық. Біреуге звондап жинап кетуін айтты. Үйге барсақ бәрі тап-таза. Кеш бата шешесі қонақтан келгенде менің жоқ екенімді көріп баласына звондап: «Сенің қатының қашып кетті» деді. Ол кезде мен жанында отырғанмын. Күйеуім мені ақтап әлек. Бізге бөлек тұрған өте қиын, мен алып кеттім. Ешқайда да қашқан жоқ, әкем екеуіңіз жерге қарап тұрған кәрі емессіздер. Балаларым жанымда болсын, арамыз суып кетеді деп айтып тастады. Сол кезде енем ашуланып: «Махаббаттарын бұлардың, менің келімді кетімді адамдарым бар. Баратын құда жекжаттарым бар. Сол кезде мына сорлы әкеңе кім қарайды? Кім тамақ береді? Кім киімін жуып береді? Қонақ келсе мен өзім жалғыз қалай күтемін?» деп айқайлады. «Ой мама, бізді дұрыс түсінші» деп телефонды қоя салды. Арада 1-2 айдан соң өзімді жаман сезініп жүктікенімді білдім. Ешкімге айтпадым. Енді не істеймін деген ой қайта-қайта мазалай берді. Содан жүктілігімді біліп, іште өзімді жей бердім. Сол күн есіме түсіп, күйеуім жоқта жылап аламын. Түнде шошынып жылап оянатын болдым. Ойланбастан аптекадан бір дәрі сатып алдым. Бала түсіретін. Ол кезде рецептсіз беретін. Ішімдегі баланың атамнан екенін нақты білдім. Себебі қалаға келгелі күйеуімді қасыма жатқызбай қойғанмын. Ойланбастан бала түсіретін дәріні ішіп алдым. Бір апта бойы өте қатты ауырып, өзімді кінәлі санадым. Қайтейін енді, ол баланы қалдыратын болсам, кімнің баласы екенін айтуға мәжбүр боламын. Ел жұрт білсе, күйеуім естісе мені кінәлайды деп күнәға бардым.
Жазықсыз бейкүнә сәбидің өлімін мойныма жүктедім. Бұл әрине оңай емес. Бір аптадан соң бәрі тазарып аяғымнан тұрдым. Сол күн есіме түссе, әлі күнге дейін денем тітіркеніп шошып кетемін. Қазір Аллаға шүкір бәрі жақсы. Күйеуім сол күннен соң өте жақсы қарайтын болған. Арада 10 жылдан аса уақыт өтті. Әлі күнге дейін өзімді кінәлі санаймын. Балаларым ер жетіп, қызым да өсіп қалды. Күйеуімнің әке-шешесін той жиындарда ғана көремін. Әкесінен аулақ жүруге тырысамын, көргім келмейді. Сәлемдеспеймін де, танымайтын адам сияқты қасынан үнсіз өтемін. Енеммен сәлеміміз түзу. Күйеуім жұмыста лауазымы көтеріліп, қазір бақытты отбасылардың біріміз. Бұл әңгімеде өткен күнгі күнәлі ісім ішіме сыймай сіздерге бөлістім. Сіздердің мына мен сияқты жандарға кеңес айтып, жігер беретін пікірлеріңізді күтемін.